Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге логикалық сұрақтардың 5-ші шығарылымын көретін боламыз. Олай болса кеттік. Бірінші логикалық сұрақ бұл мынадай болып аталған. Сұрақ мынадай. Ағашты 12 бөлікке бөлу үшін қанша рет аралау керек? Яғни арамен кесуге болады. Ойлануларыңызға 10 секунд уақыт береміз. Егер бұл жеткілікті болмаса, компьютеріңізді стопты басу арқылы тоқтатып ойлануыңызға болады. Келесі логикалық сұрақ. Жаңбырда қоян қай бұтақтың астына отыруы мүмкін? Жауаптарыңызды комментарияға жазып қалдыруларыңызға болады. Ал дұрыс жауапты біз комментариялар көп болғаннан кейін дұрыс жауапты біз комментарияға жазатын боламыз. Бірден 100 сандардың ішінде, 1-ден 100-ге дейін сандардың ішінде қанша 9 бар? Келесі. Австралияда өмір сүретін, мүлдем су ішпейтін жануар. Келесі логикалық сұрақ. Қай жерде дүние жүзі бойынша почта жұмысы тегін? Яғни почта қызметкерлері тегін жұмыс істейді деген сұраққа келіп тұр. Ең соңғы логикалық сұрақ мынадай. Бір кедейдің ағасы өліпті, бірақ өлген адамның інісі болмаған. Сонда кедей оған кім? Не, солай достар, сіздерге логикалық есептер 5-ші шығарылымны шығардық. Егер осы видео ұнаған болса лайк, ұнамаса дизлайк қойыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.